Сәлеметсіздер ме алтындарым? Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қарапайым содасыз ажурные блинчики дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, растительный масло, қайнаған су және де електен өткізілген ұн. Мен жұмыртқаны ыдысыма салып алдым. Келесі кезекте қантымызды салып араластырамын. Қантымызды араластырып болғаннан соң, сүтіміздің жартылай мөлшерін құямыз. Келесі кезекте біз растительный масломызды қолданамыз. Сіздер растительный маслоның өзін қолдана берсеңіздер болады, бірақ мен оливковое масло қолдандым. Енді жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң електен немесе ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Достар, мен бастапқы кезде жартылай сүт қосқан себебім ол біздің ұнымыздың комок болып қалмау себебі еді. Әрине, бұл менің жеке лайфхакым. Міндетті түрде солай жасап көріңіздер. Енді ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Біздің тестамыз осындай қоюлықта болады. Міне ешқандай комок болған жоқ. Енді қалған сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізді араластырып болғаннан соң, ыстық қайнаған суымызды құйып аламыз. Енді біз осы уақыт аралығында табамызды жоғары отқа қойып, қыздыратын боламыз. Табамызға блинчигімізді құйып, пісіріп аламыз. Достар, біздің блинчигіміз ажурные болып пісуі үшін міндетті түрде табамыздың оты жоғары болып тұруы қажет. Міне біздің блинчигіміз пісті, ажурные болды. Әрине жасап көресіздер деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.